Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін зразы с курицей и грибами әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен нанның жұмсағын сүтке батырамыз. Ол жұмсарғанға дейін тауықтың филесін ет тартқыштан өткіземіз. Кейін үстіне пияз бен сарымсақ саламыз. Енді нанды артық сүттен арылтып, фаршқа қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Фаршты жақсылап араластырамыз. Дайын фаршты тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Енді начинкасын әзірлейміз. Ол үшін саңырауқұлақтарды төрт бұрыштап тураймыз. Мен вешенки мен шампиньон саңырауқұлақтарын қолдандым. Саңырауқұлақтарды турап болған соң, пиязды ұсақтап тураймыз. Алдын ала қыздырылған табаға май құйып, пиязды қуырамыз. Кейін үстіне саңырауқұлақтарды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Енді зразыйды дайындаймыз. Ол үшін видеода көрсетілгендей етіп, алдымен тауықтың фаршын, кейін саңырауқұлақтардан дайындалған салманы салып, шет-шектерін бекітіп, панировочный сухариға аунатып, котлет тәрізді форма береміз. Дайын болған соң, қыздырылған табаға май құйып, екі жағынан пісіреміз. Осымен біздің зразыйымыз дайын. Өздеріңізге қалаған гарнирді алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.